той жасап құдалық деп құтырғанды доғарыңдар. Жидеңнің ішінде Қытайдың шүберегі үшін кредит ал, үйіңді кепілге қой. Өздеріңді неге осылай қорғыласыңдар, а? Құдалық, жиде, алтын, одан кейін қытайский көйлек. Жылтырап тұрған бір жамау әйтеуір. Оны кимек түгіл шкафтың түбінде шіріп жатыр. Бұрын құда шақырсақ, ет асып, шапан жауып бата беріп, абыроймен аттандыратын еді. Қазір ше? Кредитке белшеден батасыңдар осы үшін. Соны сендер намыс деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, бұл таза ақымақтық. Естіп алыңдар, кредитпен жасалған той бақыттың емес, бәлекеттің бастауы. Қыздың бағы жасаумен емес, еріне деген сыймен білінеді. Ал енді біреулер, апа, сіз дәстүрді білмейсіз деп жазып жатыр. Оттаған екенсіңдер. Әй, мен дәстүрді сенің тиктокпен өсіп келе жатқан миыңнан артық білем. Ертең сол жасауға бола 5 жыл қарыз төлейсің. Қызың мен күйеу бала ұрсады. Соны намыс деп ойлайсың ба? Той жасайсыңдар деп қарызға кіріп, артынан ұрсып, ажырасып, жылап отыратын қатындар көбейді. Тоқтатыңдар алыс берісті. Мақтанмен өмір сүрмейді ешкім. Тойың той болсын десең, жүректен жаса, банктен емес. Таратыңдар осы видеоны группаға.